Қойшыбек мүбәрак перігіш. Соңғы бөлім. Есін жиған сіңілісінен әпкесі не болғанын сұрады. Сұмдық, бір шыңғырған дауыстар құлағымды тұндырып, есімнен адастырып жіберді. Иә, осы дауыс бізді адамдармен бірге жасатпайды. Сырғаны шешпей жүруге болмай ма? Сырғаны шешпесең, адамнан ұрпақ көре алмайсың. Адамдар үшін махаббаттан да биік нәрсе ұрпақ қалдыру. Онда әпкеміз ше? Жездеміз дуамен басқа сырға таққан болар. Бірақ ол да мезеттік қана. Біраз уақыттан соң күшін жояды. Жездеміздің дуасы 30 жылда қайтты. Кенжеқұл ондай дуаны білмей ме? Әпке, сұрасам қайтеді? Жоқ, ол білмейді. Тек бақбөр біледі. Онда сіз сұрап алып бересіз бе? Ол менімен бірге перілер мекеніне кетуге көнсе, алып бере аламын. Сонда да сұрап көріңізші. Не, сенің осында қалғың келіп отыр ма? Кенжеқұлды алып кете алмасақ, қаламын. Онда сен ең әуел Кенжеқұлдан мамық қауырсынды алып бер. Ертесі Кенжеқұлдар көл бойына кетті. Үсті басы малмандай су болған Кенжеқұл киімін шешіп, үйдің бас жағындағы кермеге жайып тастап, су болған көне етігін бір қарағайдың қуысына ұлтарағын бөлек алып тыға салды да судан қалшылдап кигізеге қарай жүгірді. Жер әлемді шарқ ұрып, анасының келе жолын тосып сандалып жүрген бақбөр бұдан хабарсыз еді. Ортадағы ашық ошақтан лаулаған от бойын тез жылытты. Кіші перінің ыстық құшағына малынып, аз-кем шүйіркелесіп жатып, ұйықтап кетті. Түс көріп жатыр екен дейді. Түсінде кіші пері бұлтқа мініп алып, Кенжеқұл, кел, тез кел, деп қол бұлғайды. Ал бұлт жерде ары-бері сандалып, өзің бері түсші, мені қалдыра көрмеші, деп зар жылап, шыр айналып жүгіріп жүр екен. Түстің соңы ұзарып, талықсып кеткенде біреудің бүйірінен түртіп оятқанын білді. Өзі ай далада төбе болып жиналып қалған жылқының қуқымалағының үстінде жатыр екен. Таң атып кетіпті. Оятқан бақбөр екен. Қайдамыз біз? Сендегі мамық қауырсын қайда? Ана қарағайдың қуысында болатын. Айырылдық. Қыздар тауып алғанда көшіп кеткен бе сонда? Сен қайда болдың? Апаң Айыртөбе деген жерге келді деген соң сонда барғам. Келді ме? Жоқ, бірақ сәлемін естідім. Кімнен? Арнайы елшіден хабар жіберіпті. Келмей ме? Иә, дұрыс, келе алмайды екен. Біз қайтеміз? Амалын табармыз. Айтпақшы, Сақинаң бар ма? Иә, бар. Онда қорықпа. Ол сені іздеп келеді. Енді не істейміз? Үйге қайтайық. Келмей қоймай ма? Перілер серттен таймайды. Алайда аса уақыт қайда кеттіңдер десе, көкеме не дейміз? Сұрамайды. Неге? Біз кеше ғана кеткенбіз. Жоқ, біз тура бір айдың алдында келгенбіз. Уақыт алмасып кеткен. Перілер әлемінде уақыт басқаша. Түсінбедім. Жүр қайталық. Аттарымыз кешеден бері аш қаңтарылып тұр. Екеуі жаяулап етекке қарай түсті. Аттары баяғыда өздері келгенде кермеге қаңтарылып байлаған қалпы тықыршып тұр екен. Кенжеқұл түкке түсіне алмады. Аттарына мініп ауылға қарай аяңдады. Ауылдарына келгенде Кенжеқұл тіпті өз-өзіне өзі сенбей қалды. Бұларды ешкім сағынып жоқтамаған іспетті. Алдынан шешесі шығып, Құдай-ау, қарағым, шешеңнің жанын шығардың ғой. Кешеден бері қайда болдыңдар? Деп сұрады. Апа, деп бірден айта бергенде бақбөр оны бүйірінен түртіп, ол туралы ешкімге тіс жарушы болма, еш нәрсе сездірме, оны қайта көргің келсе, деп сыбырлады. Соның арасынша жалдан төмен қарай құйғытып келген әтей ағалар, көке, жаңа көрдім, ана ауыл көшіп кетіпті, деп Мәліктің қасына келді. Не де болса, олар туралы бір сырды осылар білер дегендей Мәлік Бақбөр мен Кенжеқұлға тесіле ұзақ қарап отырып қалды. Періден қалған Сақинаны ерніне тигізіп, емірене сүйген Кенжеқұлдың құлағына Сақинаның ішінен, мырзам, күт мені, күт, мен қайта оралам, деген қыздың даусы естілді. Соңы